Сәлем достар, ол IT Алматы компаниясының келесі сабақтар сериясына қош келдіңіздер. Достар, біз алдыңғы сабақтарда, яғни осы каналда арнада бірнеше сабақтар жасаған болатынбыз. Енді мен сіздерге жаңа сабақтар сериясын таныстырғым келіп отыр. Бұл сабақтар сериясы қандай сабақтар? Яғни дербес компьютерді жинау және оны өз қолымызбен жөндеу жұмыстарын жүргізу. Енді мен сабақ дайындау барысында, яғни қызықты мәселе, мысалы дербес компьютер деген не деген қарапайым сұрақтың өзі біздің көп көрермендерге таныс болмауы әбден мүмкін. Себебі бұл сабақ бастауыш деңгейдегі көрермендерге арналған, сондай-ақ қазақ тілдегі бұл термин сөздердің барлығымызға таныс еместігі бір жағынан анық болуы мүмкін. Яғни қараңыздар, дербес компьютер деген не дегенге кішкене сұрақ, яғни келіп тоқталатын болсам, мен қазір осы Википедия парақшасын ашып қойдым және осы жердегі мағлұматтарды оқып, сол мағлұматтармен танысудан бастайық. Яғни бұл жерде қазақ тіліндегі Википедияда қандай мағлұмат берілген? Дербес компьютер, оны қысқаша мына жерде ДК деп алған екен. Қазір оқитын болсақ, мысалы компьютердің қазіргі уақытта ең кең тараған түрі болып табылады дейді. Және дербес компьютер бір мезгілде бір адамның пайдалануына арналған дейді. Енді бұл жерде тағы да мағлұматтар жазыпты. Дербес компьютердің негізгі екі санаты бар дейді. Оның бірі стационарлық және екіншісі тасымалды компьютерлер дейді. Енді стационарлық компьютерлер ол үстел басында отырып жұмыс істеуге арналады, ал тасымалды, яғни тасымалы деп жазған екен, яғни тасымалы компьютерлерге ол қол компьютерлер, қалта компьютерлері және планшеттер, тағы да мысалы ноутбук, солар жатады деп келтірілген екен. Яғни біздің сабақта не қарастырамыз деген сұраққа келетін болсақ, осы сіздің күнделікті үйде немесе офиста көретін дербес компьютерлеріңіз, соның ішінде мынандай қарапайым, яғни мынандай жүйелік блоктан, монитордан, сондай-ақ пернетақта, тінтуір, принтер сияқты құрылғылардан тұратын қарапайым дербес компьютерді қарастырамыз. Яғни біз бұл сабақта ноутбукты, планшетті, сондай-ақ басқа да суперкомпьютерлер немесе серверлік бөлмелерде қолданылатын компьютер емес, ең қарапайым және ең көп тараған осы дербес компьютерді және оның ішіндегі құрылғыларды, оның жұмыс істеуі және оның біз қалай таңдаймыз, қалай жөндеу жұмыстарын жасаймыз және оның көрсеткіштері бізге қандай мағына береді деген сұрақтарды осы сабақтардың барысында қарастырамыз. Енді мен бірнеше презентация, яғни мына жерде слайд жасадым және осы жерде берілген мағлұматтарға байланысты сізге алда берілетін сабақты таныстырайын. Бірінші туындайтын қарапайым сұрақтар, бұл сабақтар кімге арналған, неге бұл сабақ беріліп отыр және қалай жүргізіледі, қандай мағлұмат беріледі деген сұрақ туындауы мүмкін. Енді бірінші айтатыным, бұл дербес компьютерлерді таңдаушыларға көмегі тиюі мүмкін. Яғни қазіргі таңда сіз дүкенге барып бір компьютер сатып алғыңыз келсе, яғни дербес компьютер немесе мысал ретінде ноутбукты да сатып алғыңыз келсе, онда ол жерде берілген мағлұматтардың тым үлкен мөлшерде және әр түрлі бағытта екені сізді шатастырып, сізге қиын туындауы мүмкін. Сондықтан егерде компьютер таңдау барысында сізге көмекші керек болса, онда осы сабақта берілген мағлұматтар сізге көмектеседі деген ойдамын. Яғни сіз егерде қарапайым қолданушы болып, яғни үйде қолдануға немесе күнделікті жұмыста осы офистік бағдарламаларда, басқа да мысалы интернетте қолдануға, сол сияқты кішігірім қарапайым бағдарламаларды қолданатын болсаңыз, онда сізге компьютер таңдауда аса қиындық туындамауы мүмкін. Себебі бұл жұмыстарды атқару үшін қазіргі таңдағы көптеген компьютерлердің жарамды екендігі анық. Алайда кейбір жағдайда болады, мысалы кейбір мамандар арнайы жұмыстар жасайды. Ол жұмыстар қандай деген сұраққа келетін болсақ, мысалы бір мамандар видеоны өңдеуі мүмкін, суретті өңдеуі мүмкін, аудио файлдарды өңдеуі мүмкін, немесе осы медиа файлдардың барлығын бірге өңдеуі мүмкін. Күрделі математикалық модельдеу, 3D модельдеу дейді. Яғни бұл бағдарламалардың мысал ретінде келтіріп кететін болсақ, мысалы Adobe компаниясының бағдарламалары, соның ішінде Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, немесе Adobe Photoshop, сондай-ақ AutoCAD, CorelDRAW сияқты бағдарламалар осы компьютерлердің аппараттық құрылғыларының белгілі бір деңгейде болуын талап етеді және сіздің жұмыс жасауыңызға олардың соңғы нұсқаларын талап етуі мүмкін. Сондай-ақ қазіргі таңда ойын индустриясы өте кең дамыды және де қазіргі шығатын ойындардың графикалық дизайны және де оның графикалық көрсеткіштері өте жоғары және ол компьютерлерден белгілі бір аппараттық тағы да құрылғыларының соңғы нұсқада және белгілі бір деңгейге дейін көрсеткіштерін талап етеді. Яғни көп жағдайда біз осы компьютерді, дербес компьютерді қолмен құрастыру немесе оны
белгілі бір бөлшектерін сатып алып орнату жағдайы осындай аса ерекше, яғни белгілі бір қажеттілік туындағанда бізге алдымыздан осындай құрылғыларды таңдау сұрауы туындауы мүмкін. Ал егер енді қарапайым тағы да айтып кеткендей, мысалы үйде немесе күнделікті жұмыста қолдану үшін кез келген компьютердің қазіргі таңда жарап қалуы әбден мүмкін. Яғни мен мынау өзім жасап отырған жұмыс үстеліндегі компьютердің мен Windows Task Manager'ды аштым, және бұл жерде көріп отырсаңыздар, мен қысқаша таныстырайын. Бұл мағлұматтармен сіз таныс болмасаңыздар, біз болашақта оны тағы қарастырамыз. Яғни мен бұл жерде CPU usage дейді. Мен процессордың бар болғаны 12-14% көлемінде ара қашықтығындағы мөлшерін қолданып отырмын. Ал қалған бөлшегі менде қазір бос, және де оны мен егерде осындай кәдімгі офистік және де интернеттік бағдарламалармен жұмыс жасасам, ешқашанда бұл процессордың мөлшерін қолдануды мен 50%-дан асырмаймын. Сол сияқты сіздерде қарапайым күнделікті қолданыста процессордың қазіргі таңдағы шыққан соңғы процессорлардың мүмкіндігі шын айтқанда адамдарды таңғалдырады, және олардың мүмкіндігі бір жағынан шексіз, сондықтан оны толық қолданбауыңыз әбден мүмкін. Сондай-ақ басқа да бөлшектері, яғни жедел жады, видеокарта, сондай-ақ мысалы яғни тоқпен қоректендіру көзі, сол сияқты құралдарды қалай таңдаймыз және қандай көрсеткіштеріне назар аударамыз деген сұрақтарға осы сабақтарда жауап іздеуге тырысамыз. Енді мына жерде тағы да мен мағлұматтар келтірген екенмін. Мысалы дербес компьютерлерді өз қолымен жөндеу, мысалы кейбір бөлшектерін ауыстыру, сондай-ақ дербес компьютерлерді жаңарту, яғни орыс тілінде модернизация деп айтып жатады, яғни PC upgrade деп ағылшын тілінде айтып жатады, яғни компьютеріңізді мысалы жаңа шыққан ойындарға немесе жаңадан шыққан бағдарламаларға байланысты жаңарту керек болса, кейбір бөлшектерді сатып алып ауыстырсаңыз болғаны, мүмкін сіздің компьютеріңізді толық ауыстырмауға да мүмкіндік туындауы мүмкін. Енді сондай-ақ бір нәрсе айтатыным, бұл сабақтардың барлық сериясы осы бастауыш мамандарға арналған, яғни сіздерден алдын ала белгілі бір терең білім деңгейі талап етілмейді. Енді сондай-ақ айтарым, өз компьютерін өзі жинап жөндегісі келетін кез келген көрермен осы сабақтардан бір пайданы алады деген ойдамын. Енді бастапқыда бұл сабақтар сериясы теориялық ақпараттармен жүреді, яғни біз бірнеше теориялық ақпараттарды қарастырамыз, және аппараттық осы жабдықтарды қалай таңдау жасаймыз, және оның қайсысы қанша бағаға алуға болады, оның көрсеткіштері бізге қандай мағлұмат береді, және осы шығарылған аппараттық жабдықтардың бір-бірінен айырмашылығы қандай деген сияқты қарапайым сұрақтарға жауап іздейміз. Одан кейін келесі слайдтарға өтетін болсам, яғни мына жерде жазған екенмін, бұл сабақта не қарастырылады деген. Біз ең алғашқыда ең қарапайым сұрақтардан бастаймыз. Дербес компьютер деген не? Мына жерде қате кеткен екен. Және оның құраушы бөлшектері, яғни аппараттық қамту дейді. Мысалы ағылшын тілінде hardware деп айтып атады, яғни аппараттық құраушы бөлшектері. Соның ішінде CPU, яғни процессор, motherboard, оны біз қазақ тілінде жүйелік тақша деп алған екенбіз, аналық плата деп аталады немесе. Сондай-ақ видеокарта, тағы да басқа жады, оның қоректендіру блогы, осы сияқты кез келген құрылғылардың барлығын алдыңғы сабақтарда жеке-жеке талдап, және олардың соңғы шыққан нұсқалары қандай, олардың бізге беретін мүмкіндіктері қандай осындай сұрақтарды қарастырамыз. Енді дербес компьютерлер қалай жұмыс жасайды, және ол дербес компьютерлерді біз қалай таңдаймыз, оның немесе бөлшектерін жеке қалай таңдаймыз деген сияқты сұрақтарға жауап іздеуге тырысып көреміз. Тағы да мен мына жерге бір слайд төмен түссем, бұл жерде жазған мағлұмат жаңағыны қайталауы мүмкін, яғни бастауыш IT мамандарға, сондай-ақ компьютерді өз қолымен жинап үйренгісі келетін қолданушыларға, қарапайым компьютер қолданушыларына, жалпы кез келген қызығушылығы бар көрермендерге осы сабақтың пайдасы тиеді деген ойдамын. Енді мен сіздерден бірнеше талап етілетін кішкене мағлұматтар берсем, яғни сіз бастаушы деңгейде компьютер қолданушы болсаңыз, онда біздің сабақта ары қарай еш қиналмай алып кетеді деген ойдамын. Сондай-ақ ағылшын тілінде белгілі бір деңгейге дейін білсеңіз, таныс болсаңыз, ол да осы сабақтың сізге жеңіл болуына көмектеседі деген ойдамын. Және интернетке сізге байланыс бар деген, яғни бұл сабақты көріп отырсаңыз, сізде интернетке байланыс бар болғаны анық. Және сіз кейбір сұрақтар туындаса, онда интернеттен өзіңіз сұрақтарды қарастырып, бізбен бірге біз қарастырмаған кейбір сұрақтарды интернеттен қарастырып, немесе бізге де сұрақтарыңызды жіберсеңіз болады. Біздің сабақты ілесіп отырып, қалып кетпей, барлық сабақтан толық мағлұмат алады деген ойдамын. Енді біз келесі сабақта осы дербес компьютер деген не деген қарапайым сұрақты қарастырамыз. Сондықтан бұл сабақтар сериясына қош келдіңіз деймін, және де бұл сабақтардың сізге пайдасы тисе, онда біздің жұмысымыз
сәтті жүрді деген ойдамын. Сондықтан сіздерге келесі сабақта кездескенше әзірге сау болыңыздар.